әуежайда бір қызық оқиғаларға тап болып жатыр. Мынандай гүл сатылады да, бұның сатушысы жоқ бұл жерде қазір. Енді қазір уақыттың дамығаны сондай, мынандай бағалар жазылып тұр 7500-ден, сатушысы жоқ екен да, орнығып тұр әне. Сатушысы мынандай 6500-ден бағасы. Ценниктер жазылып тұр мындай. 5500-ден бағасы жазылып тұр. Егер мынаны сатып алсаңыз, мына жерде Халық банкте шоты бар мысалы. QR-кодпен төлей бересіз. Халық банкте шоты QR-код визамен 16 теңгеден береді, бұнда алып. Астында су бар. Жайлап Германияға ұқсап келе тұр ғой. Сондай. Бұнда аласың, сосын мынаны төлей бересің. Банковский счет бәрін жасап. Ценниктен жақсып қойған бұл. Ценниктен жақсып қойған бұл. Теребілдер. QR-код 16 теңгеден төлей бересің. Мен бір YouTube арнасынан көргенмін, Германияда тоже осындай гүлдерді площадьтан қырқып алады да, осындай жерде төлеп кете береді, ақшаны салып. Қазақстанда осындай әдемі жағдайларға келіп жатыр ғой.